Сәлем балалар, 2 сынып математика сабақ 81 сабақ 5-ке көбейту кестесі тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен санды 5-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренетін боласың. Бірінші тапсырма. Суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Үлгі. 5 санына қосамыз 5 санын, қосамыз 5, қосамыз 5 және қосамыз 5. Бұл жерде 5 санынан 5 рет қосылған. Бұл өрнекті көбейтумен 5 көбейту 5 деп жазып алуға болады. Бұл өрнектің мәні 25-ке тең болады. Ал 5 рет 6 санын қосқандағы қосу өрнегін көбейту өрнегімен былайша өрнектеуге болады. 6 көбейтілген 5. Бұл екі өрнектің де мәні 30-ға тең болады. 5 рет 7-ні бір-біріне қосу, ол 7 көбейтілген 5 өрнегімен тең. Яғни бұл өрнектердің мәні 35-ке тең болады. 8-ді 5 рет бір-біріне қосу өрнегі 8 көбейтілген 5 өрнегіне тең болады. Бұл өрнектің мәні 40-қа тең болады. 5 рет 9 өрнегінің қосындысы 9 көбейтілген 5 өрнегіне тең болады. Яғни бұл өрнектердің мәні 45-ке тең болады. Екінші тапсырма. Санды 5-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен. Есіңде сақта. 5 көбейтілген 5 25, 6 көбейтілген 5 30, 7 көбейтілген 5 35, 8 көбейтілген 5 40, 9 көбейтілген 5 45-ке тең. Енді осы өрнектерді қолдана біл. 6 көбейту 5 тең 30-ға. Бұл өрнек санды 5-ке көбейту кестесі бойынша. 5 көбейтілген 6, 6 көбейтілген 5, бұл екі өрнектің де мәні 30-ға тең. Бұл өрнектер көбейтудің ауыстырымдық қасиеті бойынша жазылған. 30 бөлінген 5 тең 6-ға және 30 бөлінген 6 тең 5-ке. Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар болып табылады. Үшінші тапсырма. Санды 5-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. 5 көбейтілген келесі сандарды ретімен қойып шығып, өрнектердің мәнін тап. Демек, 5 көбейтілген ең бірінші 6 санына көбейтеміз. Бұл өрнектің мәні 30-ға тең болады. 5 пен 7-ні көбейтсек, өрнектің мәні 35-ке тең болады. 5 пен 8-ді көбейтсек, өрнектің мәні 40-қа тең болады. 5 пен 9-ды көбейтсек, өрнектің мәні 45-ке тең болады. Келесі кестеге назар аударайық. Бұл жерде бөлу амалы орындалады. Яғни, алғашқы тұрған ұяшыққа бағандардағы санды кезегімен қойып отырамыз. 25 бөлінген 5 өрнегінің мәні 5-ке тең болады. 30 бөлінген 5 өрнегінің мәні 6-ға тең болады. 35 бөлінген 5 өрнегінің мәні 7-ге тең болады. 40 бөлінген 5 өрнегінің мәні 8-ге тең болады. 45 бөлінген 5 өрнегінің мәні 9-ға тең болады. Төртінші тапсырма. Мысалдарды шығар. Үлгі. 20 көбейтілген 5 өрнегін 2 ондық көбейтілген 5 өрнегі түрінде жазып алуға болады. Бұл жерден 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10-ға тең болады. Енді ондықты қасына жазып қоямыз. 10 ондық. 10 ондық дегеніміз 100-ге тең. Келесі өрнек 100 бөлінген 5. Бұл жерде
бір санын 5-ке бөле алмағандықтан біз бір нөлді қосып 10 ондық деп жазамыз. 10 ондық бөлінген 5. 10 санын 5-ке бөлсек 2-ге тең болады. 2 деп жазып, қасына ондығын жазып қоямыз. 2 ондық 20 санына тең болады. Әрі қарай өрнектерді осылай орындай береміз. 40 көбейтілген 5 санын 4 ондық көбейтілген 5 өрнегі түрінде жазып аламыз. 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең, қасындағы ондықты жазып қоямыз. Өрнектің мәні 200-ге тең болады. Келесі өрнек 200 бөлінген 5. 2-ның 5-ке бөле алмағандықтан біз бір нөлді қосып 20 ондық бөлінген 5 деп жазып аламыз. Бұл өрнектің мәні 4 ондыққа тең болады. 4 ондық 40 санына тең. 2 килограммды 5-ке көбейтсек 10 килограмм шығады. 10 литрді 5-ке бөлгенде 2 литрден шығады. 30 минутты 5-ке бөлгенде өрнектің мәні 6 минутқа тең болады. 25 центнер бөлінген 5 өрнегінің мәні 5 центнерге тең болады. 5-ші А тапсырма. 30, 5, 6 және 5, 1, 5 сандарын пайдаланып 3 тура теңдік құр. Яғни 6 көбейтілген 5 тең 30-ға, 5 көбейтілген 6 тең 30-ға, 30 бөлінген 5 тең 6-ға болады. Ал келесі 3 саннан тура теңдік құрайық. 5 көбейтілген 5 тең 5-ке, 1 көбейтілген 5 тең 5-ке, 5 бөлінген 5 тең болады 1-ге. 5-ші Ә тапсырмасы. Кестені толтыр. Бөлінгіш белгісіз, бөлгіш 6-ға, бөліндінің мәні 5-ке тең. Бөлінгішті табу үшін бөлгіш пен бөліндінің мәнін көбейтеміз. 6 мен 5-тің көбейтіндісі 30-ға тең. Демек, бөлінгіш 30-ға тең болады. Келесі бағанда бөлінгіш 35-ке тең, бөлгіш белгісіз, бөліндінің мәні 5-ке тең. Бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Бөлгіш 7-ге тең болады. Келесі баған бөлінгіш 40-қа, бөлгіш 5-ке, бөліндінің мәні белгісіз. 40-ты 5-ке бөлеміз. Бөліндінің мәні 8-ге тең болады. Келесі баған бөлінгіш белгісіз, бөлгіш 5-ке, бөліндінің мәні 9-ға тең. Бұл жерде бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. Бөлінгіш 40-қа тең болады. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа өте белсене қатысып отырсыңдар. Ал енді каналға тіркеліп, осы сабаққа лайк басып қойыңдар. Ары қарай 6-шы тапсырманы орындайтын боламыз. 6-шы тапсырма. Дәптерге қабырғасының ұзындығы 6 сантиметрге тең шаршы сыз. Балалар, мен сызған үлгімен шаршыны сызып көріңдер. 7-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. 8 пен 5-тің көбейтіндісі 40-қа тең. 400 бөлінген 5 өрнегін 40 ондық бөлінген 5 өрнегіне тең деп аламыз. Яғни 40-ты 5-ке бөлгенде 8 шығады. Демек 8 ондық тең 80 сарына. 45 бөлінген 5 өрнегінің мәні 9-ға тең. 20 минут көбейтілген 5 өрнегінің мәні 100 минутқа тең. 5 көбейтілген 5 өрнегінің мәні 25-ке тең. 25 килограмм бөлінген 5 өрнегінің мәні 5 килограммға тең. 8-ші тапсырма. Ең кіші 2 таңбалы санға 35-ті қосып, шыққан санды ең үлкен бір таңбалы санға бөл. Қандай сан шықты? Ең кіші 2 таңбалы сан ол 10 саны. Демек 10 мен 35 сандарының қосындысын жақша ішіне аламыз. Және бұл жерден 45 саны шығады. Осы санды ең үлкен бір таңбалы санға, яғни 9-ға бөлеміз. Бөліндінің мәні 5-ке
тең болады. Демек 5 саны шығады. Кел ойнайық. 9-шы тапсырма. Мәди мен Анар денсаулық сөзіндегі әріптерден сөздер құрастырды. Мәди 3 сөз, ал Анар одан 2 есе артық сөз құрастырды. Анар неше сөз құрастырды? Балалар, егер есептің шартында есе деп тұрса, онда бұл есепте көбейту амалы орындалады. Демек, 3 сөз көбейтілген 2 тең 6 сөз. Жауабы Анар 6 сөз құрастырды. Денсаулық. Мәди мен Анардың құрастырған сөздерін табуға тырыс. Денсаулық сөзінен ақ, ал, ана, нан, лақ, сен, қал, салық, қасық, сау, асыл сөздері құрастыруға болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және осы каналға тіркеліп алыңдар.